меня бросил. Иә, ойбай. Аварияға түстім, мұрын сындырғам. Хайптың артынан қуып кетті, что... Жақсы көргенбіз ғой бір-бірімізді. Отношения на расстоянии не может существовать. Лети, моя птичка, изменщик. Үйе шыққан жоқсың, дұрыс қой? Айтпаймын, а вдруг шықтым? Мә, сейчас TikTok такой пошлый стал. Тебе чуть не обидно, то, что ты сейчас популярная благодаря своим каверам или своим анекдотам, а не своим песням. Дариға, ты, кажется, забыла то, что ты певица. Активности бар адамдарды алмайсыңдар ма? Какой-то бір дноларды алып шығасыңдар. Да. У нас, видишь, Конкуренция. у нас тактика такая. Не берем вот бір 90 авантюр уже популярных людей. Ой. Типа мы всегда стараемся Кетік вообще... атымызды өшіріп тасташы, типа бізді қалатшы. Да. Потому что... Да. Одно и то же длится всегда. Например, Вот именно біз жоқпыз ешқай жерде. Может, трендте жүрсің. ну, они зато Жүргеновті бітіріп шыққан ғой бәрі. А, ну. Зухра, Алма, бәрі Жүргеновтің. Адина маған ұқсайды, иә? Зухра, хотя, по сути, да, у нее там вообще же ноунейм была. Нет, она играла, всегда была на проектах, но типа была той, именно прям коммерческий проекттарда болмады. Можем? Все, кет. Ну, Микки, маскаңды ал, маскаңды. Қиылып қапсыңдар ма, жаңа? Долго айтыр. Сосын не айтайын тағы? Мысалы, сендер қазір қандай қағида бар? Өз жеке өміріңді толықтан көрсетемін, немесе кейбір жақта көрсетпеймін деген сияқты бар ма? Өйткені былайда көп адамдарда бүткіл жеке өмірін көрсетеді. Менің жігітім мынау, жейтін тамағым былай, мынамен жүрдім, мынамен тастадым деген сияқты. Кейбір мүлдем көрсеткісі келмейді. Сендер қазір қалай? Біз онда ештеңе көрсетпейміз. Жоқ, бізде, получается, контент развлекательный ғой, сестайда да солай. Ал өзіміздің өмірімізде, например, қайғыратын кездер, қиналатын кездер, Ол оның кезде бәрін. просто, девочки, я попозже зайду, мне сегодня времени нет, деп айтасыңдар, деп слайсың. Я солай, я депрессия жағын көрсетпейсің, өзің жақсы жағынды ғана көрсетесің. Өзің, если грустный түрінде елдерге көрсетіп жатсаң, оларға зачем такая атмосфера им? Сразу бізге қарап настроение. Загружать это келмейді, потому что все равно люди в Инстаграм заходят, чтобы как-то отвлечься, все равно от суеты как-то успокоиться дегендей, поразвлекаться. Мой парень меня бросил. Иә, ойбай, таритін жігіт таста кетті, мә, құрсын жылайық демейді ғой. Сесетай, спасибо за поддержку, ребус жасау. Жылавады, видео түсіретін. Я, кстати, былай бір жақ көзін түсіреді, сосын утопай, ана, ты взлетай дегенде жасын былай ағыстады. Еще вовремя на бит қағанға. Чересчур искусственно қылдырып па? Иә. Оның бір жағы да бар ғой, кемшілік жағы. Мысалы, Инстаграмға кірсең, бәрі бақытты сияқты да. Адамның өмірінде минус жоқ сияқты. Сондай болып тұрады. Мысалы, көп адамдарда сол жағынан комплекс пайда болады. Өйткені кіреді, өзінің өмірі бәлкім онша емес, қиыншылық болып жатыр. Инстаграм желісіне кіреді. Все хорошо, у меня одно все плохо дейтін деймін. Біреуде там барида жүреді, біреусі, ой, менде бүгін вечеринка, ой, мен жігітім, мен бүгін машина алдым. Тек қана позитив жақ қана салады да. И көп адамдарда ана ой болады. Менде жаман, бәрінде жақсы. Әсіресе ол Подростықтарда. Иә, әсіресе ол жұлдыздарда. Мысалы, екеуінің енді сендердің парақшаларына қарайтын болса, кіресің, там видео түсіреді, киім бесплатно, ой, рахмет, ана магазин деп. Кіресің, өмір жақсы, бір жерге путешествие, бәрі жақсы сияқтары. И көп жас өспірімдері сонда ойға қалыптасады. Бәрінің өмір жақсы, мен ғана жаман деген сияқты. Соны түсіндіру керек та адамдарға. Бұл Инстаграм тек қана былай айтқан кезде обложка. Әр адамның өмірінде қиыншылықтар болады. Иә. Соны кішкене миына қалу керек сияқты адам. Мен айтпаймын, жылап тұр, өмірің салық, плохо. Менде ондай бар, например, когда у меня настроения нет, извиняюсь, что перебила, я всегда говорю то, что да, вот такие вот у меня сейчас проблемы, но типа я не хочу загружать, просто оповещаю то, что у меня проблемы, вот у меня со здоровьем проблемы, у меня проблемы в семье, то сё, но я не говорю, типа, вот, история на кәдімгідей 20 сторис қайтып беретіндер бар ғой, ондай емес та. Я просто говорю то, что у меня сейчас такие вот неприятные вещи происходят, когда все уже наладится, я вернусь, объясню все деген сияқты. Говорить то, что вот, типа, в жизни все хорошо, это же не так бәрібір, я думаю, ну, конечно, ойлайсың, например, мен де ойлаймын кейде, Бейонсе кіресің да, блин, у нее такая классная жизнь, хочу как быть Бейонсе, дейсің да, а потом ойлайсың, типа, она же тоже человек, у нее же тоже проблемы, у нее тоже дети, которые плачут, хотят кушать,
и типа ойлайсың, ну да деген сияқты, сразу успокаиваюсь. Солай болу керек деп ойлаймын. Әрбір адам ол бәрібірде қандай мировая звезда болса да, ол бірінші кезекте ол қарапайым адам деп ойлаймын. Сен қалай ойлайсың, Дарья? Құрбан деп. Иә, солай ойлаймын. Просто мысалы сенде қатты кешір бөлгенім, сен просто мысалы сенде қатты бөлінеді ғой. Мысалы сенің парақшаңа және сенің интервьюларыңа қарасаң, өте позитивті, өмірің тек қана бір радугадан, единорогтан қана құралатын өмір сияқты да. Бірақ та өмірдің қиыншылықтары болады, қиын уақытта болады. Дұрыс па? дұрыс. Дұрыс. Біздің істеп жүргеніміз осылай позитивті жағынан көрсетіп, өзіміз немен айналысатынымызды көрсеткеніміз, ол дұрыс деп ойлаймын. Адам, если оған қарап, менің өмірім жаман деп қиналып кетсе, ол дұрыс емес. Мне кажется, адамның өзіне байланысты. Бізге қарап, олар наоборот мотивация алады. Олар наоборот біз сияқты болғысы келеді. Маған күнде адамдар жазды, Дарья, ты меня мотивируешь, всегда осылай, я күліп жүресің, рахмет, саған қарап, историяңды көріп, настроением көтерілді деп. Сол комментарийлардан кейін менің де настроением көтеріледі да, өзім өмірімде болып жатқан неше там минустарды ұмытып кетесің. Иә, осыған қарап, разглаживай. Иә, мені көріп жатыр, мен үшін адамдар настроениесі көтеріледі, сол үшін мен осыны істеу керекпін, жалғастыру керекпін деп настроениемді тоже көтеруге тырысамын. А то, что минустар қиын жағдай болып жатқан кезде, менде өзімді зато деген сөз бар менде. Бірдеңе болса, зато это так деп. Например, мен недавно машинамды аварияға түстім, мұрын сындырғам. Зато? Иә, зато мен қазір новый машинам. Зато қазір мұрным одан сайын дәуіп кетті. Ойнайтын. Жоқ, кішкене қисықта, но зато у человека должны быть идеальны. Не дедім, блин. Изюминка должна быть. Оны просто неге айтар сөзін бастадым, өйткені жас өспірімдер көп түсінбейді да. Ол білу керек, әр адамда өмірінің минустар болды. Ойламаңдар, тек қана сенің өмірінде ғана минус бар, бәрінің өмірі жақсы деп. Өйткені көбісі жас болған соң оны біле бермейді ғой. Мысалы кеше оны неге мен ойыма келді, Жеканың бір видеоларын көрдім, өзінің толық өмірін айтып берді. Әке-шешесінен жас айырылғанын, ағасы жас өмірден қайтыс болған. Мысалы бір Жека қарайсың, ол өмірден тек қана позитивті алады адам сияқты, бірақ та ол адамның өмірінің қиыншылықтары бізден мейлінше көп болған. Мен мамам айтады да, мен кейде, например, Q-фесттің алдында пишу, историю снимай, вот я немного заболела, если я не так спою, там не обижайтесь деген сияқты. Сосын мама ұрсып маған, сен деген әнші емессің бе, әртіс емессің бе, если ты заболела, это твои проблемы деп. Ни в коем случае не смей типа грузить своих слушателей деген сияқты. А потом выступлениеден кейін все мои слушатели, Сисита, это несмотря на болезнь, так классно выступила деген кезде, понимаешь, что наоборот, нужно делиться, говорить, и, наоборот, как-то жақын болу керек, да? И содан кейін я начала более-менее открываться, а оған дейін я думала, у меня должна быть идеальная жизнь в рамках, типа, загоняла прям, типа, так, нет, такой бургер нельзя выкладывать, я же буду выглядеть толстой деген сияқты, надо красиво сделать, а потом уже начала привыкать то, что надо показывать, наоборот, жизнь, это интереснее. Вот после этого как-то, наоборот, приходишь осындай ойға. Жауапкершілік дедің ғой адамдардың, тыңдарман және өзінің фанаттар арқасында жауапкершілік бар. Сол жағынан қалай ойлайсыңдар? Қазір мысалы мен подкаст деген кезде, немесе бағдарлама түсірген кезде маған көп комментарий келеді. Сен осы бағдарламаны түсіресің, көпшілікке өз ойыңды айтасың, неге сенде жауапкершілік жоқ? Өйткені саған қарап біздің балаларымыз өседі, жұлдыздарға айтады, сенің өлеңдеріне тыңдап біздің балалар өседі, дұрыс емес қағида айтып жатсыңдар деп. Есть такое мнение, что воспитание детей это прерогатива родителей. Тыңдағың келмесе, тек қана өз балаңды айтып түсіндіру керек та, бұл жаман, тыңдасаң да бұны жаман жақтарын алма деген сияқты. Өйткені көп мысалы мен артистерді көрем, комментарий жазады, мысалы Нурик Смит болсын, басқа бір таныспаларға болсын, неге сен андай өлең шығарасың, неге орысша шығарасың, қазақша айту керек, біз өйту керекпіз деп жауапкершілікті өзіне басқа адамға бөліп жіберетін сияқты. Әрине енді әр адамның өз басында жауапкершілік болу керек қой, бірінші кезекте. Бірақ та, менің өз ойым, сен өнер адам болғаннан кейін, енді, это чисто мое сугубо личное мнение, сен бәрібірде сені тыңдайтын адамдар болады. Сені қолдайтын адамдар болады, сенен үлгі алатын адамдар болады, сондықтан да болмайтын нәрселер істейтін адамдар бар енді.
аузына келген айтады. Боқтама демеймін, ол әр адамның өзінің ойы. Бірақ та енді үлгі емес нәрселерді айтады, дұрыс емес нәрселерді істейіндер, давайте осыны істейік деп кәдімгідей соны пропагандировать ететін адамдар бар. Мен сондайды мүлдем қолдамаймын, өйткені бәрібірде ол оның түбі жақсылыққа келмейді. Оның түбі мысалы жақсылыққа алып келетін болса, ол жаман болып тұрып жақсылыққа алып келсе де жарайды деп айтасың. Оның түбі бәрібір жақсылыққа келмегендіктен мен оны ни в коем случае қолдамаймын. И когда сондайға келген кезде әрине жаңағы әртіс болып жатқан адам, соны хит қылып жатқан адамдар ойлану керек та, это что дает людям? Зачем мы это делаем? Зачем мы это поднимаем деп мысалы. Сондай кездерде ойланасың, вот неужели адамдар настолько уже хайптың артынан қуып кетті, что жауапкершілікті, жаңағы өмірге деген көзқарасты, осы өлеңмен адамды құртып жатырмын ау деген бір ойды ұмытып кетеді. До того эгоистично хайптың артынан жүгіріп кете ма деген нәрсе келеді да. Өйткені мен өзім мысалы, или может мен мамам сөйтіп тәрбиелегеннен кейін ба, сен Айко типа уже атың бар, сен тыңдайтын 10 адам болса да, сен 10 адамға жақсы нәрсе беруің керек. Болашақта бәрібірде чтобы о тебе не говорили дейді да, и чтобы ты самой не было стыдно дейді да, мен осыны істедім, блин деп айтпайтындай болу керек. Сондай нәрселерді мен ойлаймын, то что есте болу керек та. Нельзя забывать то, что ты ответственен за что-то. Енді барда ол әр артистің өзінің жауапкершілігі болу керек сияқты. Менің да болатын, мен не берем, не бермеймін деген сияқты. Бірақ та кішігірім түсініксіз жағдайда, өйткені егер сен өнерді бір цензураға тығатын болсаң, ол өнер болмайды. Сен ойын қалай оған. Надо, не потерял. Андайға типа, мама қашан сөйлеп болды. Менде, знаете, осындай бір ой болып кетті, сен өзіңде мысалы мен осы өнерімен не жеткізем? Жоқ, өнерімен мен онда ешқандай пропаганда, онда ештеңе көрсетпеймін. Бірақ люди, которые это делают, мен оларға пофигистически отношусь. Олар не істесе оны істей берсін. У меня то же самое, но менде вообще ойлап, ой сендер былай істеңдер, ол дұрыс емес деп маған бәрібір өз өмірмен. Нет, Темечка скромная деп жүремін. А так бәрібір елдерге. Не, у меня то же самое, я не хочу нотации читать, типа, у тебя неправильно, типа, просто, я считаю дегенім ғой, это лично мое мнение, то, что все равно это не приводит к хорошему. Ол сенің әр адам сол өзі ой болу керек, мен не жеткізем, не ойлаймын. Өйткені мен неге айтып жатырмын, оны егер сен қаламасаң, оны тыңдама және қолдама деген. Қолдама, бірақ та андай айтуға болмайды да, сен маған ұнамайсың, сен айтасың, сен міндетті түрде айтпа дейді. Өйткені қазіргі қауымында сондай көп та ойлар және настроениялар. Менде ондай емес. Егер бірдеңе ұнамаса, петицияға жауап тастайық, мынау болмайды. Егер бұл заңмен жабылмайтын болса, ол міндетті түрде сол адамның ойында болу керек. Единорог туралы өлең айтқысы келеді, бәлкім адам сол туралы өлең жазса өзі біледі. Бірақ кейбір адамға ұнамауы мүмкін, ұнамаса тыңдамай өтіп кетуі мүмкін да. Бірақ айтпау керек, маған ұнамайды, жауап тастаңдар, үйтіңдер. Айтпаңдар деп. Там шын қалай? Кандари сайрадик. Давай. Давай поставим все точки. Көп айтады ғой, сен мысалы көп жерде интервью бермейсің. Жүрдің, жүрмедің. Жүрдіңдер ғой? Жүрдік. Жүрдіңдер. Біз жүрдік. Жүгірдік. 3 жыл болып жүргендеріңе. 2,5 жыл. Отырдық десе. Айырылыстыңдар. Айырылыстық, қазір жүрмейміз. Ол албасты. Норвегияға мен сол үшін первая причина Алматыға көшіп келгем, сол үшін келгенім ғой, жақын болайшы деп. Потому что мы 1,5 года встречались на расстоянии. Мен Қарағандыда болдым, ол Алматыда болды. Содан кейін мен бірдеңе біліп қойдым сен туралы. И вот сол уақытта ол там бірдеңелер істепті, а мен білмеппін ол туралы. Я после расставания только узнала, прикинь. Сол, короче, жүрдік, потом январьда шығарып салдым, кетті, содан кейін бір уақыттардан кейін, короче, сухой начали общаться, олардың уақыттары бөлек қой біздікіне. И менімен, короче, өтірік сөйлесіп кетті, и вот в конце осылай расстались. Енді қазір Алматыға келді. Сөйлеспейсіңдер қазір. А мен уже звездамын десең. А мен уже в тренде на ютубе. А ты нет десең. А ты нет. Жоқ, олай емес. Шын солай болды.
қиын емес па әртіспен жүру? Басында, знаете, оларда еще контракт болды ғой мен. Жүруге болмайды деген. Иә, жүруге болмайды деген болатын. И біз киноға барғанның өзінде осылай ол алдына шығады, мен артынан басқа жерінен тұратын. Арбатта жүргенде мына жақта 2 метр болып жүретінбіз ғой. Несі кайф онда жүрудің? Несі қалды? Жақсы көргенбіз ғой бір-бірімізді. Қатты жақсы өдіңдер ма тым? Қалай екен отношения на расстоянии? Невозможно зат сияқты. Жоқ, басында біз на расстоянии бастағаннан кейін үйреніп қалдық та, 1,5 жыл на расстоянии нормально телефонмен күнде видеозвонокпен сөйлесіп. Осы жаққа келіп, уже бірге каждый день кездесіп жүргеннен кейін, Норвегияға кеткеннен кейін кішкене қиындау болды, өйткені уже привыкли көрісіп, иә. Содан кейін кішкене қиындау болып, солай расстались. Бола алады дейсің ба, басқа адамдарда отношения на расстоянии? Өйткені көбісі отношения на расстоянии не может существовать деген. По идее, да. Ну, да, не может существовать. Бессмысленно. Бәрібір ан жақта левый движениялар жасайды ол. Ол қыздарда да жасайды, ұлдар ғана емес. Жоқ, қыздар жасамайды, ұлдар жасайды. Мысалы, көбісі ойлайды, тек қана мужчины изменяют деп, но женщины тоже изменяют. Енді ол жағы бізге емес, ол изменять еткен қыздардан сұрау керек. А вот ұлдар білем изменять ететінін. Сен қалай ойлайсың, отношения на расстоянии вообще возможно? Ну, я андаймын, да, чересчур романтикпін ба, может быть. Я в такое верю, шын айтайын. Типа, махаббат все спасет дегенде ғой менде. Мен сөйтіп ойлаймын, білмеймін неге екен. Егер де шынымен де бір-біріңді қатты жақсы көретін болсаң, ол ешқандай да бір километрлар, шеттегі адамдар сені бұза алмайды бәрібір де. Ал егер де ол өтірік махаббат болатын болса, өз-өзіңе внушать етіп жүрген, ол сені тура алдында жүріп бақалдайтын сияқты. Сөйтіп ойлаймын. Особенно мен жыным келеді, когда блокируют. Ладно, фото удалить етіп, там контактыдан өшіріп. Но зачем блокировать? Может, саған жақсы шығар. Номер его блок. Сен қарамайсың. Знаешь, почему блокируют? Потому что я везде высвечиваю же. Я же в тренде десең. Ютубта қызық лайф трендқа шықты. Жоқ, қызық лайф тұра берсін. Тұра берсін ба? Сол жерде интересный деген жер бар ғой, сол жерден былай шығып қалса, жаңағы көрген адамның жүрегі ауырады. Содан кейін блокқа тығады бүкіл жерде көрінбес үшін. Батас, ол саған да жақсы ғой. Сен блокқа тықса, сен де оны көрмейсің да. Мен көре берем, маған бәрібір. Фейк аккаунтты ашып алып. Фейк деп па? По идее, ол самое тупое решение. Блокировать ету керек па? Нет, когда расстались и следить за своим бывшим. Дұрыс айтады. Самое тупое решение. А блокировать это вообще... Не, может это наоборот. Например, если я расстался со своей девушкой, расстался бы. Смотри, если бы человек расстается, он должен, по идее, этого человека из своей жизни вытащить полностью. Чтобы не было... Сен қайдан білесің? Жоқ, мен қызым бар ғой қазіргі кезде. Менде отношения болды оның алдында. Дос баларымда бар. Мысалы, қызбен расстается и 1-2 жыл бойы артынан қарайды. Сторисін қарайды, бір фейк аккаунттан артынан қарайды. Не етем, сен не істейсің оны? Оның уже жігіті бар, сенің қызың бар, расстались. Білмеймін, привязанность дейді да. Сол привязанность болған үшін ол басқа қызбен де жүре алмайды. Привязанность, это ревность просто. Зачем, если вы расстались? Все уже, нужно же забыть этого человека и вытащить. Ну, вы думаете, это так легко? Ну, не легко. У людей же все по-разному. Кому-то легко дается, кому-то сложно дается забывать. Ну, типа, из-за этого осуждать, типа, что ты смотришь, айтпайсың ғой? Ну, надо стараться, если ты реально хочешь, чтобы, типа, все, типа, ты понимаешь, что это все осымен бітті, все, ойбай, болды дейтін болса. Онда уже надо, наоборот, уже начинать это делать, а набес өз-өзіңді өлтіріп, бар ғой, андай, өз-өзін добивать ететін адамдар бар ғой. Қиналып атқан, музыка қойып қойып, жаңбырдың дауысын қойып қойып ана жерде ше. Телевизордан дорама қойып, раменде жылайтындар бар. Историясына салып, сегодня у меня вечер. Бумеранг. Қарамашылы күлсеші. Бәсет Я просто... Бір күні бір жыланы шуалып шпагатқа отырамын депті деген білесің ба? Ладно, прости. Я просто... Ол адам сені ылғи қарайтын болсаң есінен шықпайды ғой. Сен басқа қызға немесе басқа жігітке көзіңді, ойыңды бөле алмайсың да.
деп дем жинамағанға кетті. Жоқ, если бывший адамдар болса, олардың жаңа жақсы сәттерін еске түсіру керек. Олар жек көрінішпен қарамау керек, а жақсы сәттерін там берген болмаса что дейсің? Его просто нету. По-любому бірдеңесі болу керек. Жоқ, наоборот, мысалы психологтар былай айтады, егер сен адамды ұмытамай атсаң, бүткіл минусты еске түсір дейді да. Плюсты жауып тастайсың. Ты забываешь о всем хорошем, и тебе становится намного легче. Типа, лучше ненавидеть и забыть, чем любить и забывать. Если человек будет ненавидеть, ол ауырады ғой, білесіңдер ма? Мысалы, адамдар неге бұрынғы Мен психологпын. отношенияға привязываются, потому что олар еске түсірген кезде тек қана плюстарын еске түсіреді да, екеуі жүрді, там ресторанға барды, құшақтасты, сүйді деген сияқты. Если бы только были просто плюсы, они бы не расстались дегенде ғой. Сол үшін сен минустарын еске түсіру керексің да. Ол, возможно, жадный болды, сені қатты... Изменщик! Ана шына ятпал, он алып ұста. Походу, меня за... Походу, скажет... Арслан, зачем так, деп? Нормально же общаешься? Нормально общаюсь, меня капец... Ол сен емес қой жамандап отқан, мен жамандап отқан! Қош бәрі бұл. Махаббатым қалып қалған сияқты жүрегіңде, еле? Жүрегімде махаббатым қалды, конечно. Мен жүрмейсіздер ме қайтам? Жоқ, махаббатым қалды болғанда, мен бірінші жігітім болғаннан кейін, по-любому жақсы естеліктер қалады ғой. Естеліктер ма? Иә, и оны ұмытып жек көргім келмейді, өйткені, білмеймін, жек көрсе, адам өзінің настроениясы құртылады, ауырады, иә. А если жақсы настроениеда, жақсы жерлерін еске түсіріп жүре берсе, то нормально. А бірақ, ойбай, мен оны жақсы көрем, қайтарғым келеді деген емес, просто типа, все, лети, моя птичка, изменщик. Изменщик. Сондай ғой состояние. Жоқ, жарайды. Жек көрініш жоқ. Жақсы көресің әлі. Жақсы көрмеймін. Молодец. Молодец онда. Это соның бір минусы жоқ болса, бір сферадан махаббат тапқаның. Бір минус осы сияқты. Егер сен айырылысқан сол адамды көп көресің, көп естисің, адамдар соны обсуждениеға тағады, соның бір минустары бар сияқты. Көргің келмесе көрмейсің ғой. Ну, екеуің бір гастингқа шақырып қалды. Екеуі бір гастингқа. Мен көрдім ғой оны. Иә, көрдім. Дейсің, жүре бересің ғой, жоқ өттің такой. Иә, солай. Андай ғой енді. Жоқ, олай. Қаншама күн өтті ғой деген. Көрді, мамочка, өліп баратырмын, ойбай демейсің ғой. Это же не так происходит. Маме, семен қаншама бақытты сәттер, күндер өтті ғой. Қалайсың, родной, деп. Ауажында болды ғой. Бәрі жылама, бәрі жақсы болды. Ничего, нормально. Жігіт табасың. Таптым уже? Таптың ба? Иә. Жүрсіңдер ме уже? Иә. Кіммен? Айтпаймын. Тоже артист па? Жоқ, енді көп қалатын болсаң, типа, сен өтіп кете бересің ғой, не істейсің енді, анаған қарап, деп жыламайсың ғой. Что прошло, это прошло, и нельзя застревать именно как-то бұрынғы кездерде. Взял, забыл. Қалай ыңғайлы? Артист адаммен жүрген ба, артист тыс адаммен жүрген ба? Өйткені мысалы осы подкастқа келді, кейбір адамдар айтады, маған мысалы актер болып, актермен жүру в общем не устраивает дейді. Ревность болады, анау болады. Наоборот, я наоборот хочу быть с человеком, который именно с творчества, потому что все равно это типа поддержка ғой, өнер адамы ғана түсінеді. Не обязательно быть певицей, там, певцом, актером, чтобы быть вместе. Самое главное, чтобы это был человек творчества, который понимает твое творчество. И все. Саған өлең жазып береді, бит жазып береді еще. Прости. Такой смешной. Ты типа такой остроумный, да? Нет, я просто говорю факты. Какие факты? Ничего не говорю. Не помню никаких фактов, не вижу. Что? Жарайды қойыңдар. Не болды? Саған қалай ыңғайлы өзіңе? Қандай сұрақ болды? Мен только әншілермен жүремін. Чисто певцы десе. Жоқ, маған ондай важный емес. Маған подписчиктер көп. Подписчиктер. Жоқ, ол Бардырыстап жүре болатын деймін. важный емес. Главное, жаңағы адам
жаныңа жайлы мен өзімнің мужская версиямды просто қалаймын. Мен сен мужская версияң бар ма? бар. Мне кажется, ты неповторима. Жоқ, осылай көңілді жүретін, сондай адам болған қалаймын. Мен шуткаларымды түсінетін, чтоб ертең, ладно, қасыма бір серьезный бір ағатай отырса. Ағатай вообще. Серьезный, ладно, біреу отырса, бородатый, типа, чё, малышка, хоть что-то деп отырса, мен не істеймін. Бір күні бір жылан шалды деп отырамын. Поэтому өзімнің атмосферам бір болған қалаймын, а ондай әнші дегендер вообще без разницы. Сен өзің не істеп жүрсің? Не, қызық емес мен адамдар істейсің, өз жерде көстеймін. Бала-шаға бәрі аман ба? Бала-шаға жоқ менде. Жоқ па әлі? Жоқ. Не істеймін біз, карьера, жұмыс. Жұмыс? Не до этого. Біреулер сияқты типа свадьба істеп жүрген жоқпын. Дұрыс. Жарайды, сосын келесі сұрақ қалай еді? Ладно, Инстаграм желісінен көріп жатыр кеше. Не көріп жатсың? Бірдеңке шықты, мен түсінбедім до Мен де конца. түсінбедім. Енді түсініп о чем, не знаю, бір фото, видео, сен соқта жүрсің тойда, торт кесіп жатсың. А, не знаю. Что это? Не знаю. Клип па? Қайта Не берейін. знаю. О чем вы? Я ничего не помню. Ты помнишь что-то? Көрдің бе сен? Мен де көрген жоқ. Амнезия болып қалдың ба? Қазір қайда фотканы көрсетіңіз? Так. Қойшы бұны. Айтса енді не екен примерно, чтобы я не Это настаиваю. выйдет, я расскажу. Вы это поймете. Қашан шығады примерно, шамамен? 2-3 ай. Шығады айтамын. 2-3 айдан кейін шығады, Я. Чуть-чуть потерпите. бірақ та бұл Мені күйеуге шығып не істеп неғып жүрмеңіздер. күйеуге шыққан жоқсың, дұрыс қой? Айтпаймын, а вдруг шықтым? А вдруг шықпадым? Кім біледі? Не знаю. Кім білсін? Не интересно. Короче, когда это все выйдет, я вам обязательно Когда расскажу. айтпайсың? Я айтып беремін. А пока не паникуйте, ничего не придумывайте, не додумывайте, все нормально, все как прежде. Хайптың амалы емес пе? Жоқ. Мен негізі ондай болған қаламағам негізі. Я хотела наоборот просто бум и все. Резко вышло. Андай типа, а тут на жерде просто получается массовка келеді, түсіреді. Тәтелерім массовка енді карантин кезінде кім шақырасың? Тәтелеріңді шақырасың, тәтелерің келеді. Сондай болып қалды да, и олар түсіріп қойған. Ну, такое бывает. Так что все нормально. Күтіңіздер просто. Біз ойлағандай емес бәрі. Жоқ, ондай емес. Ондай болса айтамын ғой, ой, это же наоборот хорошая новость. Я не люблю скрывать, если бы я прям замуж вышла, я бы обязательно вам сказала. Вот. Болды. Все, болды. Я свою задачу выполнил. Виолетта. Это для тебя қан ұшып қойды ғой сен. Қан ұшып қойды ма? Мен вообще ойлаған жоқпын. Мен вообще оны ойым болған жоқ сен шақырған кезде подкастқа. Маған таңертең келіп тұр, Видел? Я видел, я говорю, қойшы деп, сразу говорю. Типа, мен еркек болып сұраған бір түр емес па дедім, жарайды. Если ты хочешь, я спрошу, но мне особо не интересно. Маған біреудің жеке өмірі қатты қызықты емес деген сияқты. Я, возможно, чуть-чуть старомоден, но блин, просто иногда обидно за это. Ну, чуть-чуть ты старомоден. Да, старые закалки. И мне обидно, когда я общаюсь с музыкантами, я говорю, что ты делаешь? И он говорит, я ТикТок развиваю. Типа, не в первую очередь я трек пишу, а ТикТок создаю, чтобы через ТикТок прокачать свои песни. Да. И ты думаешь... Потому что все равно ты пишешь, и не хочется, чтобы твоя песня... Хочется, чтобы твоя песня дошла до других слушателей, а не для тех, которые прям следят за тобой. 15-20 адамға. Жаның ауырады да сол кезде. Конечно, мне самой обидно, например, ты пишешь прям беріліп түні бойы қиналып, соны жасайсың, оған видео түсіресің, муд-видео, там, фотосессия, бәрін жасайсың, а в конце там никогда не получаешь, біртүрлі боласың. Но я считаю то, что это не жалость, это не жалко, типа, ой, я ее жалею емес. Надо развиваться. Это какой-то стимул дает дальше делать, работать. Просто, наверное, нужно взять эти тренды и двигаться с ними. Просто, да, есть какие-то тренды, которые, да, возможно, тебе не нравятся. Да. Например, мне не нравится то, что... Не, мне не нравится, в принципе, вообще течение, то, что все песни продвигаются благодаря ТикТоку, да, или благодаря Инстаграму. Но не нужно говорить, типа, мне не нравится и застыть. Нужно двигаться, и, в принципе, такое время, когда нужно быстро меняться, потому что, ну, сейчас мы живем в такое время, когда все быстро меняется. Тяжело сейчас очень многим артистам. Сейчас многие тиктокеры считаются как медийные личности же, да. По сути. Ана, тикток тренд бар ғой. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон деп басын олай түсіріп қойтын шығар. Сол трендқа күлкім келеді.
У меня сейчас ТикТок такой пошлый стал вообще. Да, Вообще, очень я много не понимаю, пошлости. почему ТикТок не 18+. Это Еще просто камераны ужас. осылай қояды да, как я выгляжу сверху деп осылай қарайды ғой. Ана біздің дошарактың несін бүйтіп ашады ғой. Типа, ужас, вы увидели этот тренд? Я, сосын еще соны себеді ғой. Фу, ана көресің да, ужас просто. Это просто еще даже набирает хороший просмотр, Вот потому что всегда именно же из-за нравится того, это что видео, да. набирает просмотры, осылай бәрі істейді, а он істеген сайын кішкентай балалар көреді ғой. Это мне сестренка Не говорит, тәрбие. айкота, те, что она делает? Я говорю, Не знаешь, что ответить, да? ну, играется, дейсің, типа, это просто тренд, Ася, дейсің. Ну, она же тоже уже не Не тупая маленький деген де ребенок, ғой. Келесің, не деріңді білмей қаласың, сасқалақтап қаласың, типа, деп қаласың. Я өйткені реально. Повторяешь какие-то тренды и становишься популярным. И типа и спрашиваешь у людей, какой у тебя есть талант или что ты можешь дать обществу, благодаря чему ты стал популярным. Но они говорят, ну я ТикТок снимаю, я повторяю чьи-то тренды. Я говорю, А создавать свое, типа. да, я не против, пусть делают, это их хлеб, их право. Не обидно за то, что они стали популярными, а за то, что, типа, люди трудятся, а Да. они ничего не получают. А люди снимают просто, типа, тиктоки или там просто видосики, да? Это же тоже, на самом деле, труд, Труд, былай да. қарағанда. Но, бірақ та, ТикТок тоже. сложная вещь. Да. ТикТок очень сложная Для вещь. этого харизма нужно. Ана тикток түсіруді айтесің, екеуміз в студии встретились, тикток түсіреміз деп, аяқпен 4 движения істейміз деп, терлеп кеттік қой құрсын. Это тоже сложно, да. Ну просто андай бар ғой, которые прям ночами, днями в студии сидят, работают бар ғой, но олар такой өтпейді. А тикток түсіресің, уже ты знаменитая. Сол кезде андай, ну, обидно за тех людей бар ғой. Ну, наверное, жизнь такая, просто нужно меняться, подстраиваться. Амал жоқ, амал жоқ. Подстраиваться. Потому что Ну, маған ұнайды ТикТок. Ну, маған да Ну ұнайды, просто просто... смотри, как тебе скажу, ТикТок тебе нравится, но тебе чуть не обидно, то, что ты сейчас популярная благодаря своим каверам или своим анекдотам, а не своим песням. Енді әйтеуір знаменитымыз ғой десе. Слушатели, если мен каверларымды көріп маған өтіп жатса, мен білмеймін, анекдоттарымды естіп өтіп жатса, бәрібір мен өлеңдерім тоже өтеді ғой. Мен өлеңдерімді шығарам, олар естімейді. Почему? Потому что маркетинг особо дамымаған. Мен оны түсінемін, білемін, өлеңдерім особо бәріне прям хит болып кетпейтін. Ну, кішкене аудитория болғаннан кейін, поэтому мен жаңағы каверлар істеймін, олар көреді, өтеді, сосын олар менің страницам өткен кезде мен әнімді тыңдайды. Ну вот в этом и загвоздка, то, что сейчас музыканты не думают в первую очередь о музыке, а думают о продвижении. Ну, просто, например... Так и должно быть уже сейчас. Да, сейчас... Продвижениесіз даже... Я могу вот так деген өлең өтіп жатыр ғой. Ну, да, имеется в виду Ну, вот так просто вот так вот, ценность вот так музыки как-то чуть-чуть, вообще ценность творчества, она уходит во второй план, вот и именно, выходит да. чисто маркетинг. Даже Да, когда маркетинг. сейчас фильмы снимаются, ну, не скажу то, что на Западе, но у нас, в первую очередь, тоже считается маркетинг, как это привлечет аудиторию, и в вторую очередь это ценность фильма. И сейчас мир... Что он дает, Да, да? и мир полностью поменял, наверное, TikTok, Instagram, YouTube, это поменяли прерогативу и ценности. Ну, это, с одной стороны, облегчило работу, по Да. сути. Благодаря этому, наверное, есть и плюсы, то, что многие люди стали ближе к музыке. То, что, например, сейчас каждый второй может написать музыку. Есть, да, много бесталантливых, но есть какой-то талантливый пацан без денег, но он может благодаря ноутбуку написать свою музыку и стрельнуть. Это как, ну, чувак сидел, Иманбек, да, ремикс написал и просто залетел во все Сейчас у него тренды. галочка есть в Инстаграме. Да, грубо говоря. Типа, я не говорю, что это плохо или это хорошо, я просто Так озвучиваю. это нейтрально, знаете. Да. Поэтому, наверное, и я говорю вот музыкантам, которые вот такие прям очень крутые, аутентичные, ну, амал жоқ, брат. Типа, я тебя понимаю, но нужно развивать Инстаграм, ТикТок. Не хочется, но нужно. Ну, Через бірақ та, боль. когда ты делаешь, как блогер, да, страницу тоже пишут, сен кімсің, өзі блогерсің ба, әншісің ба, деп жазады ғой. Біртүрлі боласың тоже. Не понимаешь. Знаете, өткенде бір ай бұрын ба, Инстаграмға в дайрект написали, Дариға, ты, кажется, забыла то, что ты певица. Ештеңе емес, просто Ну, бірақ обидно сіз, стало, да. ты, кажется, забыла, что ты поешь. Я такая, бір минутқа прям өзіме кіріп кеттім, не істеп жүрмін. На секунду, қазір. реально, Иә. кто я деген Я сияқты. не істеп жүрмін, зачем я вот Да. это вот, зачем өтпейтін анекдоттар вообще, Ну. ни о чем қуып жүрмін деп, почему я песни не делаю деп. Содан кейін солай түңіліп депрессияға кіріп кеткенсің ғой. Сосын қазір уже маркетинг сондай, не істейміз, өлеңмен никак не выйдешь. Самоопределение чуть-чуть теряется. Кто ты, деньги, Ты не ты не знаешь, можешь кто я, ответить. да. Например,
вот из-за именно... этого Да, әйтеуір и вроде и ты певец, и вроде ты и блогер, вроде ты и музыкант, вроде там и актер, и там, и там. Ты как бы не можешь понять, что ты даешь и что ты в первую очередь. Наверное, в этом плане легче людям за камерой или за сценой, например, условно битмейкер, он битмейкер. Да, условно. Он только пишет биты. Да. Ол араласпайды басқа. Қызықпайды, иә. Есть композитор, Вот или вот, реально? да, есть оператор, есть оператор. Если ты спросишь, кто ты и чем ты зарабатываешь себе на жизнь, он скажет, я оператор, я делаю крутую картинку, и все. А здесь просто вот Сложно чуть-чуть немного. теряется у музыкантов ощущение мира, наверное. Ты говоришь, кто ты музыкант? Он говорит, да, музыкант. А что ты делаешь? Я снимаю тиктоки. А когда ты песню последний раз выпускал? Он говорит, я песню последний раз выпускал год назад. А когда ты последний раз снимал тикток? Только 3 часа назад. Сколько ты тиктоков отснял? За год ты... Да, там за год 500. Сколько ты песен выпустил? Один. Значит, ты не певец, значит, ты тиктокер, грубо говоря. Ну, можно так сказать, но я не так не говорю, да, грубо говоря. Но такое чувство самоопределения теряется. Ну, андағым, тикток можно снимать каждый день. А песни каждый день выпускать тоже не Да, можешь. тикток оңай, камеру Песни просто требуют поставил, денег. и всё. Деньги. Требует но, время. внимание. Мотивация. Потому что ты, когда снимаешь тикток и инстаграм, у тебя в первую очередь внимание уходит туда, чтобы не пойти в теневой бан. И по-любому, хочешь, не хочешь, творчество отходит на второй план. Ты забываешь о том, что ты певица, что или ты певец, и как-то это остается за гранью. Потому что я знаю то, что ты актриса, то, что ты певица, которая пишет хорошие песни, да. И мне иногда тоже обидно, когда я смотрю на каких-то очень интересных музыкантов, у которых лента просто забита тиктоком и инстаграмом. Я по ним... Менің страницама кірсе, менде жақта тикток жоқ қазір. А, ой дейсің сосын. Мен сенің страницаң көрдім ғой у тебя. Ну, я не говорю то, что именно ты, а в общем то, что есть хорошие музыканты, но ты заходишь, у них тикток, инстаграм, и музыка отходит на второй план. И обидно по-человечески. Я знаю, какой ты крутой музыкант, какой ты крутой человек, но, блин, где твоя музыка? Я хочу слушать твою музыку, а не твой тикток. Ну, не у каждого артиста есть возможность писать песни каждый день, на самом деле. Например, да, есть артист, у кого есть своя студия, или, например, менде бар, да, битмейкер, который мне пишет, мастер, который сводит мне, да. Ну, не у каждого же есть такое. И типа, я, например, выпускаю, потому что маған дали такую возможность. Если бы мне не дали такую возможность, я бы ходила, снимала тиктоки, развивала бы свой тикток, инстаграм. Потому что на это тоже нужны деньги. И я прекрасно понимаю этих людей. Типа, маған продюсер берді, я пользуюсь этим. А маған бермесе, мен де жүрер едім солайынан. Я это не осуждаю. Я просто андай, говорю, да, когда тоже там, мне, например, пишут, типа, вот все выпускают, а ты нет, деген сияқты, да, или, например, что ты без конца тиктоки снимаешь, пиши песни, деген сияқты. Я пишу, дейсің, да, ну, такое сейчас время, что требует тиктоки. Просто я сам даже не могу определиться в своей голове, это хорошо, плохо, но это, безусловно, надо, просто нужно, наверное, знать грань, да, ты да. должен это делать ради того, чтобы продвинуть песни, но песни писать должен постоянно и второстепенно тикток, а не так ты делаешь тикток, и потом вспоминаешь, я же певец, давай я песню напишу. Песенку напишу. Да, ну, грубо говоря, сейчас у многих это не песня, а песенка в натуре, так получается. Так есть. Блин, держите в первую очередь то, что вы музыканты, и вы должны дать в первую очередь музыку для аудитории, да, и не стоит уходить чисто в тикток. Это как дядька, не, просто... Я аға деп. Жасым 24-те отыр ма бұл жырап, үлкен аға сияқты сөйлеп. Просто немного задумайтесь об этом, все. То, что вы там... Жоқ, сен бізге өлең продвигать етіп берсең, хит қылып берсең. Ұнамайды осылай, когда меня отчитывают. Я не отчитываю, Джон, я просто тебе хочу свое мнение. Я не говорю то, что... Я не говорю власти. Делайте, как говорил Ахмад, делайте, что по кайфу, но не забывайте свои ценности, и все.